Семейде жоғары сыныптың ұл қыздары бір оқушыны тепкінің астына алып әбден қорлаған. Оңбай таяқ жеген 6 сыныптың оқушысы қазір дәрігерлердің бақылауында. Полиция осы дерек бойынша тергеу жүргізіп жатыр. Бұл оқиға сенбі күндіз болған. Бейне жазбадан бір топ ұл қыздың жәбірленушіні аяусыз соққыға жыққан көруге болады. Қорғансыз балаға жабылған оқушылар жеткіншекті мазақ қылып, даладағы нәжісті қолына ұстатып, мүше қап түрлі өткізген. Ол аздай тізерлетіп, кешірім сұрауға мәжбүрлейді. Ең сорақысы олар бұлардың барлығын видеоға түсіріп желіге жүктеген. Белгілі болғандай тәртіп бұзған жоғары сыныптың оқушылар екен, олардың ата-аналары жазаға тартылмақ. Білім бөлімінің өкілдері мектепте жиналыс өткізіп, түсіндіру жұмыстарын жүргізіледі деп сендірді. Ал тентек оқушыларды полицияның арнайы есебіне қою жоспарланған. Жәбір көрген 6 сынып оқушысы бүгін сабаққа келген, дәрігердің көмегіне жүгінбеген. Қазіргі таңда мектеп басшылығы оқушылармен және олардың ата-аналарымен түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Бұл мәселе құзырлы органдардың бақылауында. Полиция департаменті тергеу жүргізіп жатыр.